Каналыма қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Назым Оңғарбаевна. Бүгін мен сіздерге мұғалімдерге арналған жасанды интеллекттің көмегімен жасалынатын таптырмас платформамен таныстырғым келіп отыр. Ол үшін өзі Google аккаунтымызға кіреміз. Іздеу жолағына QuizRice деп жазамыз. Мінекей бірінші шыққан сілтемеге кіреміз. quizrice.com деген сілтемеге кіреміз. Бізге осындай бет ашылады. Менде автоматты түрде қазақ тіліне аударылды. Негізі ағылшын тілінде тұратын сайт. Қазақ тіліне аудардым. Мына жерде орыс тіліне де қандай тілді таңдайсыздар, сол тілді таңдап қоюға болады. Так, енді кіргеннен кейін мына оң жағында сіздерде жұмысты басыңыз немесе кіру деген батырмасы тұрады. Ең бірінші сіздер авторизация жасайсыздар, әдеттегідей өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен. Одан кейін сіздерге жаңағы беттеріңіз, жұмыс беттеріңіз, мінекей осындай бет ашылады. Мына бетті ашқаннан кейін автоматты түрде жаңағы тіл ауысады. Ауыспаған жағдайда тінтуірдің оң жағын басып, перевести на русский язык немесе қазақ тілі дегенді таңдап қойдым мен. Осы тілге ауыстырамыз. Міне, QuizRice деген платформа, бұл жерде біздер жаңа викторина жасауымызға жасанды интеллект көмегімен жаңағыдай тест сұрақтарын, карточкалар жасап, оқушыларға таратуға мүмкіндік береді. Басайық, жаңа викторина жасау дегенді басамыз. Мына жерде бізде мінекей осындай 4 нұсқасы ашылады. PDF файлынан дейді, яғни PDF негізінде викторина жасауға болады. URL мекен-жайынан дейді, яғни веб-сайттар арқылы сіздер сондай жаңағындай викторина, ойындар, сұрақтар құрастыруға болады. Мәтіннен және YouTube сайтынан дейді. Біз бүгін сіздермен мәтіннен деген бөліммен танысамыз. Мәтіннен дегенге кіреміз. Бізге міне осындай бет ашылады. 3 жаңағындай нұсқаулықтан тұрады. Бірінші ол бізде мәтінді қою, мәтін мазмұнын қойыңыз немесе теріңіз дейді. Мына жерге сіз мәтініңізді, яғни оқушылар жаңа сабақ өткен кезде, мысалы, кітаптан болсын, сіз өзіңіз берген бір мәтін болсын, соны сіздер осы жерге жазып, жаңағы жасанды интеллект көмегімен тест, викторина сұрақтарын шығарып алуға болады. Ол үшін, мысалы, мен мынаның барлығын қазір белгілеп алып, өшіріп тастаймын. Енді бұл жерге біз, мысалы, мен Абай Құнанбаевтың қара сөздерінен алып жазайын. Абай Құнанбаевтың бірінші қара сөзін алайық. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік деп басталады. Осыны көшіріп, мынау викторина болатын жерге әкеліп қоямыз. Ставить. Осы мәтінімізді қойғаннан кейін келесі қадам деген батырманы басамыз. Бізге екінші викторинаның конфигурациялау, яғни түрлер мен деңгейлері шығады. Сұрақтардың қандай түрі дейді. Көп таңдаулы, шынайы немесе жалған, бос орынды толтырыңыз дейді. Бұл жерде сіз жаңағы мәтіннің ішінен бір сөзді алып тастап, бос орын қалдырып, қандай сөз болу керек, сондай сияқты тапсырма жасауға болады. Немесе ақиқат, жалған деген таңдау арқылы тапсырмалар жасауға болады. Немесе көп таңдау, яғни тест тапсырмалары. Енді қанша сұрақ? Төмен, орташа, жоғары, мануэль дейді. Яғни орташасын таңдаймыз. Бұл жерде бізде ең көбі 10 сұрақ болуы мүмкін дейді. Орташа сұрақты таңдаймыз да келесі қадамға көшеміз. Келесі қадамымыз бізде шығыс опциялары, яғни шығару пішімі қандай болады дейді.
түйіндеме жасауды қосамыз және флеш-кардс құру дейді. Бұл викториналарды құру деген сөз. Викторинаны жасау дегенді басамыз. Біраз уақыт тосамыз, бізде жасанды интеллект көмегімен осылай сұрақтарымызды дайындап береді. Мінекей бізге осындай бет ашылды, яғни сұрақтарымызды жасанды интеллект көмегімен жасап берді. Мінекей сұрақтар. Автор өмірінің соңына дейін не істеуді шешеді дейді. Яғни мына жерде 4 нұсқаумен жаңағындай сұрақтар берілген, сұраққа жауаптар берілген. Енді сіздің жерде егер қате кеткен жағдайда сұрақты өңдеуге болады, немесе өшіріп тастауға болады. Мына жерде жауаптарды да солай өңдеп шығарсаңыз болады. 5 сұрақ берілген. Мына жерде жоғарғы жағында жауапты көрсету деген тілшесін қоссаңыз, сізге дұрыс жауабын көрсетіп береді. Мінекей сұраққа: автор неліктен мал шаруашылығын жүргізуден бас тартады? Ол қалған өмірін соған жұмсағысы келмейді деген. Мінекей бізде жасанды интеллект көмегімен сұрақтарды мәтінге құрастырып берді. Енді бұл тек қана сұрақтар емес, мына жерде бізде материал деген, мінекей сол жағында түйіндеме деген бар. Түйіндеме деген, яғни қорытынды және негізгі нүктелер дейді. Бұл жерде бізде кіріспе ұсынылған, негізгі компоненттерді алған, мысалы өткен өмір туралы рефлексиясы дейді, болашақ өмір туралы ой толғауы дейді. Мінекей белгісіздік және мақсатты іздеу дейді. Автор қалған жылдарын қалай өткізуге болатынын білмейді және мұны істеудің мағыналы жолын іздейді дейді. Жаңағы біздің мәтініміз не туралы айтылғанын жасанды интеллект бізге осылай талдап берді, қорытындысын, кіріспесін. Және де карточкаларда бізге берілген, міне картамен жаңағы мәтінге карточкалар дайындап берді. Автор өмір бойы не істегені туралы ойлады дейді. Не істегені туралы ойлады дейді. Түртсек бізге жаңағы жауабы шығады. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік деген жауап екен. Әрі қарай сұрақтарымызды осылай әрі қарай жылжыта беруімізге болады. Жауаптарын осылай сұрақты көру үшін түртесіз дейді. Мінекей түрту арқылы сіз жауабын көресіз. Балаларға бұны бізде интерактивті тақтадан қосып қойып, осындай мәтінімізге сұрақтар қойып, балалардың жауабын тексеруге өте керемет, таптырмас осындай сайт. Және де бұны тек сұрақтарымызды, жаңағы карточкалар, түйіндемелердің барлығын тек қана экранда ғана көрсетіп емес, балаларға бөлісуге болады. Ол үшін жаңағы сұрақтардың үстінен мінекей бөлісу дегенді басамыз. Бөлісуді басқанда бізде сілтеме ретінде бөлісуге болады, веб-сайтыңызға ендіруге болады екен, сілтемені документ ретінде және де тағы 2 мәтіндік құжат ретінде жүктеуге болады. Енді PDF ретінде жүктеп алсақ, бізге сұрақтар мінекей ағылшын тілінде беріліп жатыр. Жүктеген кезінде ағылшын тілде, орыс тілінде жүктелінеді екен. Ал егерде сілтеме ретінде бөлісетін болсаңыз, сілтемені көшіріп, жаңағы кез келген браузерға сол сілтемені қойып өтетін болсақ, мінекей бізде мына бетті біз қазақ тіліне аударып аламыз, сілтемені қойып біз қазақ тіліне аударып алдық. Мінекей енді викторинаны бастау деген батырманы басамыз. Мына жерге аты жөніңізді жазып кетесіз. Балалар өз аты жөнінде жазады. Және мінекей олардың беттерінде осындай қазақша мәтінмен жаңағы сұрақтар пайда болады. Автор өмірінің соңына дейін деген. Мысалы, мінекей сіз 40 ұпай жинадыңыз. Барлығы осындай. Пайдаланушының жауаптары
мінекей барлық қателермен бізге беріліп тұрады екен. 2 дұрыс жауап, 3 қате жауап деп беріліп тұр. Бала осындай өзінің жауабын көреді, ол өзінің жаңағы өткен жерінен көреді, ал сіз баланы жаңағы статистика бөлімінде өзіңіз тексере аласыз. Мінекей мәліметті басып, аяқталды, қай жерден қате жіберді, оны да сіз өзіңіз көріп отыра аласыз. Осымен құрметті әріптестер, сіздермен бөліскен бүгінгі тақырыбымыз Quiz Rice болды. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.